Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз диуретиктерді бастайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медицина контентті қолдап кетіңіздер. Диуретиктер дегеніміз бүйрек шумақшасына, нефрон жүйесіне әсер ететін препараттар. Оларды біз 5-ке бөліп қарастырамыз. Ең біріншісі карбон гидраза ингибиторлары. Ацетазоламид, дорзоламид, бірнизоламид. Екінші топқа ілмекті диуретиктер фуросемид, торасемид, этакрин қышқылы жатады. Үшіншісі тиазидтер, гидрохлортиазид, индопамид. Калий сақтаушы диуретиктер 4-ші топқа жатады. Оған жататын препараттар триамтерен, амиларид, спирналактон, эплеренон деген препарат жатады. Ал осмотикалық диуретиктерге 5-ші топқа манитол жатады екен. Тағы бір рет қайталаймын достар. Карбон-гидраза ингибиторларына бізге ацетазоламид, дорзоламид, бірнизоламид, ілмекті диуретиктері фуросемид, торасемид, этакрин қышқылы, тиазидтерге гидрохлортиазид, индопамид, калий сақтаушы диуретиктерге триамтерен, амиларида, спирналактон, эплеренон, осмотикалық диуретиктерге манитол жатады. Назарларыңызға көп рахмет.